Ал енді құрметті менің шебер достарым, біз мына маталарымызды пішіп алдық. Мінекей, мына дивандектің екі спинкасы, мына отыратын зонасы, мінекей, үстін жабатын, және де мынау екі жастығы міне. Молниясын булавкамен қадап алдым, инелеріммен. Енді мына жерімен қазір тігіп шығамыз, сонда ар жағына қарайды. Неге мен мына таңдаған бұл невем, молниям мынандай болды, қыздар, замогым. Мына жағы потайной сияқты болып тұрады екен, да? Енді басқаша, өзгеше. Енді мына жоспарымыз бойынша мінекей бәрін дайындап қойдым, молнияларымды міне. Енді бірден жастығына келіп тұрғаннан кейін, жастығында бірден пішіп алайық. Екі жастық бар, қыздар. Оның мінекей ұзындығы 75, яғни 75 деген ол міне. Ал ені 57, ворст 57-ге қарап тұр міне. Осыған мән береміз, жастықтар бірдей болу үшін. Мінекей, 75-ке 57, өзі 55, молния замок тігетін болғандықтан 2 сантиметр алып отырмын. Екі жағынан қайтар жіберіп, замогымыз тігеміз ғой. Мына жағынан 73 екен. Тоже екеу қылдым, 1-1 сантиметр тігісіне кетеді. Бәрібір жастығымыз биік, тастай орын керек бәрібір. Сол үшін примерно 2 сантиметр қостым. 75-ке 57 қылдым. Қазір соны пішіп аламыз. Ал қыздар, енді қараңыздар, бірінші жастығымызды міне 3 жағын тігіп аламыз. Міне мен бірінші тігіп алдым, енді қазір оверлокпен жүріп жатыр. До конца тікпейміз, қыздар, соңына дейін тікпейміз. Міне мынанша орын алып қоямыз, міне. Мынанша ғана орын алып қоямыз. Мына жағынан да міне кішкене орын алып қалдым. Бұл жерге молния тігілгеннен кейін барып, мына жерін жалғаймыз. Мінекей, сол жағын ұмытып кетпеңіздер. Инелерімізді алып тастаймыз. Болды, бұлардың қажеті жоқ енді. Енді молниясына көшеміз, құрметті достарым, міне. Молниясына көшу үшін молниямыз мынандай болады екен, мынау. Бір түрлі екен өзі. Мынау асты, мынау наоборот қойған ба, білмеймін. Сол үшін до конца ашып аламыз молниямызды. Сөйтіп, мінекей, біздің молниям. Мінекей, шатасып атырым, қайта-қайта қыздар, өйткені мынау негізі деген сыртында тұратын сияқты еді, ол бізге мынау сыртында болу керек. Сол үшін мен қазір былайынан тігемін. Содан кейін міне былайынан закрепляющий шов болған кезінде міне молниямыз осылай астында қалып кетеді. Ол үшін бірінші міне молнияны қоямыз. Ал қыздар, енді міне соңына дейін келдік. Өте қатты до конца тікпейміз, соңына дейін тікпейміз. Өйткені мына жағына жалғану керек, ұмытпаймыз, дұрыс па? Сол үшін где-то 2 сантиметрде қалдырамыз. Енді үстінен жүреміз. Түсінген шығарсыздар, иә? Міне, былайынан алып отырамыз. Кішкене молниямыз ішкі жағында тұру үшін. Дәл солай мына жерінде до конца алмаймыз, мінекей. Өйткені арғы жағына жалғану керек, бір-біріне қосылу керек дегендей. Содан кейін бар бекітеміз. Осы жер жетеді. Енді не істейміз? Екінші жағын дәл солай қылып қойып аламыз, міне. Мен молниямды әлі қосқаным жоқ, міне. Ыңғайлы болсын деп ашып алдым. Мінекей. Бағанағыдай қылып, міне. Бізге бұлай тұру керек, міне. Өзіңізге. Дәл жаңа екінші жағындай қылып осы жерін тігеміз. Одан кейін оны айналдырып, міне үстін тігеміз. Тағы да бір ескеріп кетейін. Мына жағы мен арғы жағынан 2 сантиметрден қалдырамыз. Мына жерлерді қосу үшін. Қыздар, жаңа біз мына жерде қалдырып кеттік қой, соны былайынан міне
былайынан қостық, міне екі жағын, сөйтіп үстінен жүргізіп жібердім. Қазір мына артқы жерін молниямыздың қиып тастап, мына жағынан көрсетейін. Мына жағынан былай болады. Қазір артқы жіптерін қиып тастайын. Енді осыны мына бұрышы шошайып тұрмау үшін, міне екі шетін бүйтіп ала отыра, міне. Мына жағынан бұрышын алып тастайып тігеміз. Міне, мынандай молния болды, қыздар. Көрдіңіздер ма? Енді мына басына өтеміз. Мына басы сол бойы тұр, міне. Енді бұны да дәл до конца мынаны соңына дейін тігіп аламыз қазір. Қосып тігіп жібереміз. Бірақ мына жері бірдей болу керек, қыздар, міне. Беттестіріп алдық, артық жерін қиып тастаймыз. Мінекей, қыздар, міне шовты көріп тұрсыздар, артқа. Соны дәл осының үстіне түсіре отыра, міне. Міне мына жерден, міне жағдай қылып, дәл осы жеріне алып тастаймыз. Мінекей, құрметті достарым, мінекей былайынан алдық. Мінекей мынандай болды. Енді дәл солай қылып, мына екі бұрышында алып жібереміз. Дәл осылай қылып, міне, екі ел дейді ғой, мына екі, мына жерден алып тастаймыз. Мінекей, ал енді он аударып көрейік жастық қабымызды. Мінекей, құрметті көрермендер, мынау мен жастығымның мына беті, мына жағында міне осылай молниямыз. Енді қазір жастыққа кигізіп көреміз.